Әкім баяндамасында негізінен жетістіктерді жіпке тізді. Өткен жылы негізгі капиталға салынған инвестиция артқан. Құны 3,7 миллиард теңге болатын, қуаттылығы 9 мегаватты құрайтын жел энергиясын өндіру мақсатында Wind Power City және Wind Electric City құрылыс жұмыстары аяқталып іске қосылған. Сондай-ақ агро салада да алға жылжу бар. Бұл ретте өнім өсімі 118,3%-ға орындалып, мал басы да артқан. Инфрақұрылым оңалып, 3 ауылға көгілдір отын кіргізілген. Биыл 2 елді мекен газбен қамтылмақ. Ал қай жылдары қаңыраған Қаратау қайта түлеп келеді. Көшелерге көше жарығы тартылды. Оның үстіне өздеріңізге белгілі, осы Қаратау қаласында 154 көп қабатты үйлер бар. 2, 3, 4, 5 қабатты үйлердің былтырғы жылы осы 44 көп қабатты үйлердің алдын абаттандыруға өңір басшысының қолдауымен қаражат бөлініп, 44 үйдің алды абаттандырылды, автотұрақтар жөнделді, бар үйлердің бәрі қайтадан ауыстырылды. Осы 44 үйдің алдына 20 балалар ойнайтын алаңшалар соғылып берілді. Қосымша демеушілердің демеуімен 2 ойнайтын балалар алаңшалары соғылды. Былтырғы жылы осы аудан көлемінде бірқатар жұмыстардың атқарылуына байланысты былтырғы жылы 216 миллионды құрайтын ауданда демеушілік арқылы көп жұмыстар атқарылды деп айтуға толық негіз бар. Таласта кезегін күткен тірліктің бірі ауыз су. Биыл Майтөбе ауылында су құбырлары тартылмақ. Ал Қаратау қаласы 100% ауыз су жүйесіне қосылыпты. Десе де ауылдағы қараша сарысу ішіп отырғанын жеткізді. Қазір ғана кемінде 60 жыл болған артизан су тәтті су құдығы бар. Ол су құдықтың турба құбырлары ескіріп, қазір сарғайған су ауылда қалып, сарғайған су ішіп отыр. Сол артизан құдығынан 150 метр жерде жаңадан тартылған болатын, бірақ ол ауылға кірмей тұр әлі де. Ауылдың халқы әлі де сол сарғайған суды ішіп күн көріп отыр. Ол жаңағы адам несіне, организміне, денсаулығына сарғайған тот басқан темірдің тоды әсер етіп отыр. Соны шешіп берсеңіздер. Бірінші сұрағына жауап берейін мен ауыз су мәселесі бойынша. Бұл мәселе бойынша ауылдың суы сарғайып кетпеген сенің ұяттау болады. Одан енді тиісті лаборатория анализ алған, осында судың басшысы отыр. Оның адамға ешқандай зияны жоқ, бірақ жаңа айтып отқан 201 метр жердегі ескі су арнасын биыл соны біз проект жасап, алдағы уақытта іске қосамыз ба деген осыдан. Бірақ та бір су басшысының басшысы отыр, су бөлім басшысы отыр. Біз жоспарға кіргізіп отқан жайымыз бар. Ол жалғыз сенің ауылында емес, Үшарал ауылында да осындай проблема бар. Өндірісті дамыту үшін Талас Инвест компаниясының жанынан 2-ші зауыт салынбақ. Жоспар жүзеге асса, жаңа жұмыс орындары ашылады. Өнім көлемі артады. Сіздердің аудандарыңыз бір жағынан үлкен өндіріс ауданы. Бағанағы айтылған өндірістер бұл жерде орналасқан. Оның үстіне олардың үлкен болашағы бар. Мысалы енді Талас Инвест, егер қазір жаңағы айтылған 2-ші зауыт бұйырса деп айтайық, биыл басталса, ол 1 жылда бітеді, 2 жылда бітеді. 2 жылда бітетін болды, ұмытқан 15 миллиард бір, 20 миллиард. 25 миллиард оған инвестиция салынды. Қаншама жаңадан жұмыс орындары пайда болады. Тағы да басқаларында да біраз енді ұсыныстар бар. Сондықтан бізге ең үлкен мәселе өндірісті дамыту. Оның ішінде өңдеу. Жаңа Исламбектің қойған сұрағы дұрыс. Өңдеу индикаторы жөнінен. Біз үшін мәселе өнім шығаруда емес. Сол өнімді өңдеу. Сол көбірек табыс табуымыз үшін. Сонда қарай жүреді. Жиын соңында Бердібек Сапарбаев өткен жылдың оңай болмағанын атап өтті. Тыныштық, татулық және бірліктегі нәтижелі тірлік қана қоғам дамуына жол ашарын жеткізді. Келбет Шәмші, Ғалымжан Есенбаев, Жамбыл Ньюс.